Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз төртінші дәріс сабағымызды бастаймыз. Дәріс сабағымыздың аты аналгетикалық заттар, қызу басқыш дәрілер, сосын алкогольдер. Енді жоспары да осыған сәйкес болып келеді. Аналгетикалық заттар, қызу басқыш дәрілер және алкогольдер. Естеріңізде болса, біз өткен дәріс сабағымызда орталық жүйке жүйесін әлсіретіп әсер ететін дәрілік заттарға тоқталғанбыз. Міне осы орталық жүйке жүйесіне әсер ететін дәрілік заттардың жалғасын ары қарай жалғастырамыз. Міне осы орталық жүйке жүйесін әлсіретіп әсер ететін дәрілік заттарға осы үш дәрілік зат жатады: аналгетикалық, қызу басқыш және алкогольдер. Аналгетикалық заттар дегеніміз, бұл аналгезия деген сөзден шыққан, яғни ауырсыну сезімділігін жою, барлық қабынуларға қарсы қолданатын, сосын тітіркендіргіштерді бейтараптайтын заттар болып табылады. Препараттары бұлардың морфин, кадеин, фосфат, эстасин, папаверин гидрохлорид, апиен, амнофон, этанол, промедол, ношпа препараттары. Бұл препараттар ауырсыну сезімталдығын жалпы әлсіретумен бірге жергілікті жерінде сезімталдығын әлсіретеді. Ауырсыну сезімталдығын әлсіретеді. Енді осылардың препараттарына біразына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, морфин гидрохлориді, бұл да осы аналгетикалық заттарға жатады. Бұл морфиннің әсері күрделі болып келеді. Демалу орталығының инспираторлық орталығын қажытады, демалысты реттеу процесін бұзады, жадаға еттерді босаңсытады, сфинктерлерде түйілу пайда болады. Бұл препараттың әсері бұл ауырсыну орталықтарының және шеткергі сезімтал нерв талшықтарының қозуын әлсіретеді, сонымен қатар ауырсынуды басады. Келесі препаратымыз папаверин гидрохлорид препараты. Бұл препаратта жаңағы морфиннен айырмашылығы, бұл орталық нерв жүйесіне емес, жадаға еттерге әсер етеді, спазмолитикалық әсері бар, ауырсынуды басады, бірақ әсері морфинге қарағанда төмендеу болып келеді. Бұл препаратты ішектердің, қан тамырларының, бүйректердің, жадаға еттерінің түйілуінде, бүйректің шаншуларында қолданады. Келесі препаратымыз амнофон препараты. Бұл препараттардың барлығы осы жаңадан шыққан препараттар, суда жақсы еритін қызғылт қоңыр түсті ұнтақ. Бұл препаратта организмге тез сіңеді, жылдамырақ әсер етеді. Айырмашылығы демалуға, ішектердің жиырылуына, бездердің секреция бөлуіне әсері әлсіздеу болып келеді. Келесі препаратымыз ношпа. Бұны енді тұрмыстық жағдайда да, медицинада да қолданамыз. Бұл препараттың көбінесе асқазан, ішек түйілгенде, ішектер бітелгенде, өт жолдарындағы тастардың түйілуінен болатын шаншуларда, холецистит, жатырдың түйілуінде қолданады. Бұл препаратты буаз малдарға сақтықпен қолдану керек, себебі іш тастап қалуы мүмкін. Келесі бізде қызу басқыш заттар. Қызу басқыш дәрілер, бұл аты айтып тұрғандар, бұл температураны реттейді, бактерияларға қарсы әсер етеді, сонымен қатар ауырсынуды басады. Бұл қызу басқыш дәрілердің препараттары негізі үш туындылардан тұрады. Ал препараттары феноцетин, парацетамол, антиперин, амидоперин, салицил қышқылы, натрий салицилаты, асетил салицил қышқылы, метил салицилат. Енді осының ішінде біз туындыларына жаңа айтып өттік, үш туындысы бар деп. Парааменфенол туындысы, бұған жататын препараттары феноцетин, парацетамол. Бұл топтағы препараттардың әсер етуі, олар температураны реттейді, орталық және қан тамырларын кеңейтеді. Келесі феноцетин препараты, бұл да осы жаңағы парааменфенол туындысына жатады. Бұл препараттың әсері қызу басатын әсері 2-3 есе көп болса,
сонымен қатар ауырсыну сезімталдығында басатын әсері де бар. Фенацитинді осы қызу басқыш дәрі ретінде ауырсыну сезімталдығын әлсірету үшін қолданады. Бұл препарат таблетка түрінде, ұнтақ түрінде де, таза күйінде де шығарылады. Келесі парацетамол препараты. Бұл қызу басатын әсері фенацитинге ұқсас, бірақ әлсіздеу болып келеді. Ұзақ болады бұның әсері. Сосын ауырсыну сезімталдығын әлсіретіп, сонымен қатар қабынуға да қарсы әсері бар, уыттылығы төмен препарат. Келесі туындымыз пиразолон туындылары. Бұл топқа жататын препараттар антипирин, анкофен, амидопирин, анальгин, бутадион. Бұл препараттар дене қызуын төмендетеді, жансыздандырып әсер етеді, қабынуларға қарсы әсер етеді, ревматизмді жазатын да қасиеттері бар. Сонымен қатар микробтарға да қарсы әсер етеді. Осының ішінде антипирин препаратына тоқталатын болсақ, антипирин препараты бұл қызуды реттейді, қан тамырларын қозғайтын орталықты әлсір етеді, температураның төмендеуіне әкеліп соғады. Егер де бұны көп жағдайда қолданатын болсақ, төмендеуіне әкеліп соғады. Сонымен қатар бұл препаратты паренхиматозды мүшелердің қан кетулері кезінде қолдануға болады. Иттерде болатын бұлшық ет, буын ревматизмде, әртүрлі ауырсынуларда, күйісті малдардың ішектері жүрмей қалған кездерде, жануарлардың невралгиялы ауруларында қолдану жақсы нәтиже береді. Амидопирин препараты, бұл да жаңағы қызу басқыш дәрілік заттарына жатады. Бұның антипиринге қарағанда әсері күштірек болып келеді. Ауырсыну сезімталдығын бәсеңдетеді, ми және жүрек қан тамырларын кеңейтетін әсері бар. Анальгин препараты, бұны да біз білеміз, күнделікті біз жаңағы медицинада, адамдарда да қолданады. Бұл препараттың әсері ауырсынғанды басады, ревматизмге қарсы әсері бар, қызуды төмендететін де әсері бар. Көбінесе ауыз қуысы арқылы беріледі, тер астына, венаға да енгізуге болады. Бұл ерітінді түрінде де, ұнтақ түрінде де, сосын таблетка түрінде де кездеседі. Сонымен қатар ас қорыту жүйесінің шаншу құбылысымен сипатталатын ауруларда, ревматизмде де, түйілу процесінде, малдың ішек кепкен жағдайларда, ішек атониясында қолдану жақсы нәтиже береді. Келесі біздің туындымыз, үшінші туынды, бұл салиций қышқылының туындылары. Салиций қышқылының препараттары, бұларда қызуды төмендетуге, ауырсыну сезімталдығын әлсіретуге, ревматизмге қарсы, микробтарға қарсы қолданылады. Сонымен қатар жаңағы температураны реттейтін орталық қызметін өзгертеді. Бұған жататын препараттары асетилсалицил қышқылы, бұл да жаңа медицинада да қолданады, ветеринариямен қатар. Асетилсалицил қышқылы бұл ақ түсті кристалды заттар, жақсы қызуды төмендетеді, ревматизмге қарсы қолданылады. Сонымен қатар аналгетикалық, яғни ауырсыну сезімталдығын басатын препарат ретінде қолданылады. Сонымен қатар жергілікті рецепторларды тітіркендіреді, сезімталдықты төмендетеді. Асқазанда өзгермейді, ішектерде сірке және салицил қышқылдарына ыдырайды. Келесі бізде алкогольдер, яғни ішімдік спирті. Бұл енді білеміз, бұл күнделікті тұрмыста да қолданылады. Жаңа дезинфекциялық зат ретінде қолданамыз. Болмаса жаңағы ауырсыну сезімталдығын әлсірету зат ретінде, ашу құбылыстарында қарсы антисептикалық зат ретінде, сонымен қатар асқазан ішек жолдарында жаңағы қарындардың кеуіп кетуінде, сіреспе шаншулар кезінде, ішектердің атониясында,
Сонымен қатар ауырсыну сезімталдығын әлсірететін зат ретінде мидың қабынуларында, сіреспе, жөтелдерде, иттің оба аурулары кезінде қолданады. Көбінесе біз бұл алкогельдерді ауыр жұмыстан кейінгі жануарлар жалпы әлсіреген кездерде, жұқпалы аурулар кезінде, жануарлардың қан кетулерінде, ингаляциялық наркоздық заттармен уланғанда, ұзаққа созылған жаңағы жыныс жолдарындағы толғақтарда, сонымен қатар организм жалпы әлсіреп шаршаған кездерде осы біз алкогельді қолданамыз. Осымен біздің 4-ші дәріс сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.